сіздердің саусақтарыңызбен 1 секундта басқан подписат батырмасын басқандарыңыз үшін мен үлкен маған қуаныш сыйлайды, әрі мен үшін ол жеңіс. Сондықтан дәл осындай қазақ қыздарына қолдау беріп, лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Бүгін қызым сериалын айтатын боламыз. Демир Даянға сынамасын алдыңғы бөлімде тапсырған, бірақ оны әлі ашқан жоқ, және оны қатты ойланады, ашсам не болар екен деген секілді. Одан кейін үйіне келеді, үйіне келсе Өйкі отырады, оған жаңағы ДНК тапсырдым, мен үшін әлі көрген жоқпын, бірақ мен оны ешқашан көрмеймін деп жыртып тастайды. Және Өйкіге қарап айтады, ішінен не жазылса да маған бәрібір, сен менің қызымсың және мен сенің әкеңмін, ешкім оны өзгерте алмайды, тіпті әлем де оны өзгерте алмайды, менің ол әкелік махаббатым саған деген, оны ешкім өзгертпейді дейді. Сол кезде жылап, сен мені өзгерттің, ешқашан мен бұндай махаббатты көрген емеспін, сен өмірге келгелі менің өмірім күрт өзгерді деп Өйкіні құшақтап жылай бастайды. Өйкі де оны әкесі ретінде оны қатты құшақтап, екеуі бір-бірін құшақтайды. Одан кейін Демир Онурға звондайды, мен ДНК-ны көрдім, ол менің қызым екен дейді. Сол кезде Угур айтады, айттым ғой мен саған, ол сенің қызың, ДНК тапсырма дедім мен саған, ол саған ұқсайды, екеуіңнің ебедейсіздіктерің, екеуің үнемі құлап сүрінесіңдер де жүресіңдер, қалай бір-бірлеріңе аунамай қалғансыңдар, сен неге оны танымай қалдың, ол сенің қызың емес па деген секілді сөздер айтады. Одан кейін Угур мен анасы екеуі әңгіме айтып отырады. Сол кезде Угурдың анасы айтады, мен саған бір нәрсе айтайын, үйге жандан қызым келді, мен сені онымен таныстырғым келеді, ол сондай керемет қыз дейді. Сол кезде Угур орнынан атып тұрып шошып кетеді, ол не үшін келді үйге, не істеді, не әңгіме айттыңдар деп. Сол кезде анасы айтады, мен оған қоңыр қозым туралы айттым, сенің суретіңді көрсеттім, және Демир екеуінің дос екендеріңді, баяғыдан бастап дос болып жүргендеріңді барлығын оған айттым дейді. Сосын аяқ астынан ол үйден шығып кетті дейді. Ол сондай жақсы қыз, мен оны сенімен таныстырғым келеді дейді. Сол кезде орнынан атып тұрып Угур дереу Демирге звондамақшы болады. Одан кейін Жананды көрсетеді, үйін ақтарып, бүкіл кітаптарды шашып төгіп атады, және Өйкінің салған суретін жыртып мыжып мусорға лақтырады. Қатты жылап бақырады. Одан кейін қайтадан мусорға салған парақты қайтадан әдемілеп жинап, кеудесіне құшақтап қояды. Одан кейін Жанан кешке қарай Демирдің үйіне келеді. Сол кезде сен ұрысың ғой, не үшін мені алдадың, көзімді бақырайтып тұрып сен екеуің мені алдарыңдар ғой, мен бүкіл сендердің жағдайларыңды жасадым, ақкөңілділігіңді пайдаландыңдар, маған өтірік айттыңдар ғой дейді. Сол кезде екеуі сөйлесейін деп жатқан кезде Өйкі ұйқысынан оянып кетіп, не болды Жанан әпке, не үшін жүрсіз дейді. Сол кезде жаным жата ғой, жай ғана әңгімелесуге келгенбіз деп оны қайтадан бөлмесіне кіргізеді. және Жанан айтады, мен ертең келемін, екеуміз ертең сөйлесеміз, қазір Өйкі ұйықтап жатыр деп кетіп қалады. Одан кейін Угурдың анасы Угурды алдап кафеге апарады, және бір қызбен таныстырады үйлену үшін, бірақ оны Угур вообще ұнатпайды. Сол жерде кетіп қалады, анашым сен қандай адамсың деп оған күліп, сол жерде тұрып ол қызбен таныспайды да, атын да білмей сұрамай сол жерден тұрып кетіп қалады. Одан кейін Демир мен Өйкі екеуі сөйлеседі. Мәртжанды айтады. Өйкі айтады, Мәртжан кешегі отырыста Мәртжан өте тәтті пряник әкелді, өте дәмді болды, ішінде ең тәттісі сол Мәртжандікі дейді. Ал біздің неміз булочкамыз қатты күйіп, тіпті тап тастай болды, біздікі онша болған жоқ деп осы Демирге айта бастайды Өйкі. Сол кезде Демир айтады, сен енді менің өмір бақи бетіме басатын болдың ғой деп оған күле бастайды. Сол кезде Демир айтады оған, ең дәмдісі кімдікі болды, жаңағы Мәртжандікі болды ма, сен соны көп мақтап кеттің, мақтама оны деп қызғана бастайды. Соны іштей Өйкі өзі де сезеді, ешнәрсе демейді. Одан кейін Демирге Асу звондайды, мен киініп алдым, жәрмеңкеге не апарайын, Өйкіге уәде беріп қойып едім, бір нәрсе апарайын деп, мен дүкенге шығып бара жатырмын, не алсам болады дейді. Сол кезде Демир айтады, ол жәрмеңке кеше өтіп кеткен, сен ұмытып кеттің оны дейді. Сол кезде Асу өзімнің де обалым жоқ деп басын ұрып сол жерде қала береді. Одан кейін Жананға Угур келеді. Ең болмаса 5 минут берші, мен сенімен Демир жөнінде сөйлеспекшімін, барлық шындықты айтамын дейді. Сол кезде барлық шындықты айтады, біз екеуміз ұры болдық, бірақ өмірімізге сендер келгелі, Өйкімен сен келгелі біз мүлдем басқа адамдармыз. Демир сендерге бауыр басқалы беріп, мен оны 100% танымай қалдым, ол өзгеріп кетті, және әкелік махаббаты оянды, және Джемальді де айтып береді, оның өзі дұрыс емес адам, жақында ғана түрмеден шықты дейді. Одан кейін сөйтіп әңгіме айтады. Одан кейін Асу жаңағы кімге келеді? Джемалға келеді. Джемалға келіп барлығын айтады, мен Өйкіні ренжітіп қойдым деген секілді. Сосын Джемал айтады, ой, сенде болмайтын нәрсені ертең барда кешірім сұрап, жаным күнімде ол бірден саған қайтадан бауыр басып кетеді дейді. Одан кейін Жананға Демир, Угур, Асу, Джемал барлығы келеді жұмыс жағына. Сосын Жанан оларға айғайлайды, сендер не үшін келдіңдер, мен ешкіммен сөйлескім келмейді, енді сендердің араларыңдағы ойынға мен араласпаймын, кетіңдер деп оларды айғайлап ұрсып қуып жібереді. Одан кейін Мәртжан мектепте сабақ болып жатады. Мәртжан математиканы дұрыс түсінбейді. Сол Өйкі келіп оған, ендеше екеуміз ертең біздің үйге кел, мен саған математикаға көмектесеміз, сабақты екеуміз бірге орындаймыз дейді. Ал Мәртжан болса жарайды дейді. Жарайды деп келіседі. Содан кейін сабақ бітеді. Асу мектепке келеді, ішіп алған, тіпті орнынан тұра алмай тұр, тербеліп бір орында. Одан кейін жаңағы Өйкіге айтады, ренжімеші, мен күнді шатастырып алыппын, мен саған келген ренжімеші деп оған тіпті жыларманға болады. Сол кезде жаңағы Асудың
ұйқының достарының аналары қарап тұрады, мынау кім дейді. Сол кезде достары айтады, бұл ұйқының анасы ғой дейді. Не деген адам ішіп келген емес, анасы ішкіш болған ма сонда деп сол жерде айтып қалады. Бірақ сол жерде жаңағы ұйқы өте ақылды қыз, оған дым да мән бермейді. Қайта анасына жақсылық ойлап асу баршы, енді бар, қазір Угур аға келеді, сені көріп қалмасын, бар, тез бар, ертең кездесеміз ғой бәрібір деп оны әрі қарай жібереді. Одан кейін Угур ағасы келіп оны үйіне қарай алып кетеді. Одан кейін Угур мен Севги екеуі Угур Севгиге хат жазбақшы болады. Угур Өкінің үйінде екеуі отырады, Өкі сабағын оқиды және Угур өзінің хатын жазып отырады. Сол кезде Өкіден сұрайды, не істеймін, не жазамын деп Өкіден сұрап отырады. Сол кезде Өкі айтады, адам хат жазған кезде бірінші жағдай сұрайды, мысалы сәлеметсіз бе, қалайсыз деген секілді, бірінші сонымен баста деп Угурға не айтады. Солай жаса дейді. Ал оған Угур қуанып қалып, дәл солай, иә, мен оны қалай білмегенмін деп, сол бірінші сәлеметсіз бе, қалайсыз Севги ұстаз дегеннен бастайды. Содан кейін Демир келеді Өкінің қасына. Сол кезде Өкі айтады, әкешім, маған ертең Мәртжан келеді үйге, математикадан дайындаламыз дейді. Сол кезде әкесі ұрсып, енді қатты ұрыспайды, жай ғана айтады, не үшін келеді ол, өзінің үйінде дайындалсын, не үшін дүниеге келіп дайындалу керек деп оған ұрсады. Сол кезде келесі күні жаңағы кім келеді, Мәртжан келеді, есікті қағады, мамасы әкеп тастайды да бөлмесіне кіріп сабақ оқу үстінде болады. Сол кезде әкесі Демир өзіне өзі жынданып жүреді, менен сұрамайды үйге келетінін, мен сонда адам емеспін ба, екеуі бірге дайындалады екен, есікті жауып қояды екен деп жынданады. Сол кезде әкесі өтірік бөлмелеріне кіріп не істеп жатыр екен деп қарап, енді әкелік махаббат қой, сөйтіп дәптерді алып, кітапты алып, типа екеуінің арт жағына келіп кітапты өтірік оқып отырады. Сол кезде жаңағы Мәртжан жаймен ғана құлағына сыбдырлап, Өкі, мен сенің әкеңнен қатты қорқамын дейді. Сол кезде Өкі оған артқа жалт қарап әкесінің жатқанын көреді. Әке, сен не қылып жатырсың, бұнда біз сабақ оқып жатырмыз ғой, кітап оқитын болсаң барса ана бөлмеге барып оқы деп оны бөлмесінен шығарып жібереді. Енді папасы қызғанып қарап жүр оларға. Одан кейін Угур мен Севгиді көрсетеді. Угур мен Севги екеуі кездеседі, бірге шай ішіп отырады, екеуі әңгіме айтады. Сонда екеуі бір тәтті ерке жұптар. Одан кейін Мәртжан екеуі бірге сабақ оқиды. Сосын Мәртжан мен әжетханаға барып қайтамын деп бөлмеден шығады. Сол кезде Демир оны ұстап алып, сен үйіңе барып оқымайсың ба, үйіңе бар, сен мамаң іздеп жатқан шығар сенің дейді. Сол кезде Мәртжан айтады, жоқ, мені анамның өзі алып кетеді, анама ескерттім барлығын дейді. Сол кезде дереу мамаңа звонда, анаңа алып кетсін сені, қалған үй тапсырмасын, үйіңе барып орында деп оған шамалы ұрса бастайды. Сол кезде аяқ астынан бөлмеден Өкі шығып қалады да, әке, не болып жатыр, не деп айтып жатырсың дейді. Сол кезде Демир оған, ол Мәртжан үйіне қайтқысы келіп тұр, міне қарашы, киімдерін маған алып бер деп жатыр деп өтірік айта салады. Сол кезде Өкі айтады, әке, өтірік айтпаңыз, ол әжетханаға шығып бара жатқан, ол үйіне бара жатқан жоқ, екеуміз бірге сабақ оқиын деп жатырмыз, сен қайта киліге бермеші деп әкесіне айтып тастайды. Одан кейін Жемальді көрсетеді. Жемаль басқа бір қарақшы дей ма, сондай жаман адамдармен сөйлеседі. Ол адамдарда осы Угур мен Демир екеуіне не екен, қас жау екен. Ал жаңағы Жемальді оларға екеуіне қас, екеуі бірігіп жаңағы осы Демир мен Угурға бір қақпан құрайық деп ойластырып жатады. Одан кейін Севги мен Угур екеуі кафеде тамақ ішіп отырған кезде кешегі анасы таныстырған қыз аяқ астынан Үміран тәте деген келіп қалады. Сол кезде Үміран тәте, сен Угур алмайсың ба, сен не істеп отырсың бұл жерде деп оған айғайлай бастайды. Ол Угур өзі түсінбейді. Севги де оған қарап, ойбай, не болып жатыр дейді. Сол кезде Угур мырза, сен ұялмайсың ба, жас қыздың жүрегін жаралап, сезіммен ойнап, сен не істеп отырсың бұл жерде дейді. Сол кезде Севги айтады, сіз бұл Угур мырзаны қайдан танисыз, сіз не деп тұрсыз деп оларға қарайды. Сол кезде жаңағы Үміран тәте деген, біз бұл Угур мен қыз жақында үйленеді, бұның бұл жерде не істеп отырғанын мен білмедім деп сол жерде бірден айтып тастайды. Сосын Севги оны түсінбей жынданып ашуланып шығып кетеді. Ал Угур болса, ай анашым деп жынданып ол да несінен шығып кетеді. Сосын анасына барып, Угур, анашым, мен оны жақсы көрмеймін, мен басқаны жақсы көремін, ол мені жаңа қызбен отырған кезде менің позорымды шығарды дейді. Сөйтіп шу шығарды, менің қызым ашуланып кетіп қалды дейді. Одан кейін жаңа Өкіні келесі күні асу алып кетеді үйіне. Бүгінгі бөлім өте қызық болды. Ертеңгі бөлімді көргілеріңіз келсе, маған ең бірінші тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.